Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Төмендегі суреттен нені байқадыңыздар? Дұрыс айтасыздар. Суретте екі түрлі жасуша орналасқан. Бұл өсімдік және жануар жасушалары. Олай болса, бүгінгі сабағымызда осы екі жасушаның айырмашылықтары мен ұқсастықтарын қарастырамыз. Сабақтың тақырыбы өсімдік және жануар жасушаларының құрылысы. Сабақтың мақсаты өсімдіктер және жануарлар жасушасын ажырату. Органоид жасуша бөлігі болып, ол тұрақты құрылысқа ие және белгілі қызмет атқарады. Жасуша қабықшасы. Өсімдіктер мен жануарлар жасушаларының қабықшалары құрылысы бойынша бір-бірінен үлкен айырмашылықтары бар. Жануарларда ол өте жұқа, күрделі майлар мен нәруыздардан тұрады да, жасушаның сыртқы мембранасы деп аталады. Қабықша қорғаныш және заттарды өткізу қызметін атқарады және пішінін өзгертуге мүмкіндік береді. Өсімдік жасушаларында жұқа плазмалық мембранадан басқа қатты жасуша қабығы болады. Ол мембрананың сыртында болады. Жасуша қабырғасы берік заттардың клетчатка, жасұнық немесе целлюлозаның бірнеше қабатынан тұрады. Вакуоль. Вакуоль ішіндегі сұйықтық жасуша шырыны деп аталады. Цитоплазмамен араласып кетпеу үшін вакуоль сыртын мембрана қаптайды. Вакуоль суды сақтайтын және қайта бөлетін қордағы орын. Сонымен қатар вакуоль қойма немесе қоқыс салатын шелек рөлін атқарады. Өсімдіктің түрлі тіршілік кезеңдерінде әртүрлі бөлігінде вакуоль не пайдалы қоректік, не зиянды заттарды жинауы мүмкін. Мысалы, апельсин, мандарин жемістерінде шырын құрамында вакуоль болады. Күзгі ағаштардың сарғайған қызарған жапырақтарында вакуоль шырынында көп зиянды заттар бар. Өсімдік тазару үшін жапырағын түсіреді. Пластидтер. Өсімдік жасушаларына түс беретін органоидтер. Олар үш типті болады. Хромопласттар, сары, қызыл немесе қызғылт сары түс. Хромопласт қызметі вакуоль қызметіне ұқсайды. Мысалы, өрік, асқабақ, қызанақ жемістерінде, қызылша мен сәбіздің тамыр жемістерінде қоректік заттарға бай болады. Күзгі жапырақ хромопласттарында зиянды заттар болады. Гүлдің күлте жапырақтарына әртүрлі түс беріп, жәндіктерді еліктіреді. Лейкопласттар. Ақ түс. Өсімдіктің қоректік қор заттары крахмалды жинайды. Ол картоп түйнегінде, бидай дәнінде, күнбағыс дәнінде және өсімдіктің басқа да ақ түсті мүшелерінің құрамында болады. Хлоропласттар. Жасыл түс. Жасыл зат, хлорофилл бар. Олар өсімдік жапырақтарына жасыл түс береді. Хлоропластта өсімдік өміріне маңызды үдеріс фотосинтез жүреді. Өсімдіктер жапырақтан энергия алады. Өсімдіктер мен жануарлар жасушасының ұқсастығы мен айырмашылығы. Ұқсастықтары. Барлық тірі ағзалар өсімдіктер де, жануарлар да жасушадан тұрады. Өсімдіктердің де, жануарлардың да жасушалары үш бөліктен тұрады. Қабықша, ядро мен цитоплазмадан. Ұсақ жасушаішілік құрылымдар органоидтер деп аталады. Олар белгілі бір құрылысқа ие және түрлі қызмет атқарады. Айырмашылықтары. Өсімдік жасушасы мембранадан басқа жасушаның сыртында қатты жасуша қабықшасымен қапталған. Өсімдік жасушасында бір немесе бірнеше вакуоль болады. Өсімдік жасушаларында пластидтер болады. Олардың ішінде ең маңыздысы хлоропласттар. Олар фотосинтез үдерісін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бірінші тапсырма. Төменде орналасқан сөздерді пайдаланып,
Кестені толтырыңдар. Керекті сөздер: хлоропласт, ақ түсті, қызғылт сары түс, хромопласттар, күлте жапырақтар, жасыл түс, фотосинтез жүреді, лейкопласт, бидай дәнінде, өсімдіктің басқа да ақ түсті мүшелерінің құрамында болады. Жәндіктерді еліктіреді, өсімдіктің қоректік қор заттары, крахмалды жинайды. Өсімдік жапырақтарына жасыл түс береді. Бағалау критерийі: пластидтерді ажыратады және қызметтерін біледі. Дескриптор: пластидтерге және қызметтеріне анықтама бере алады. Тапсырманың жауаптары. Екінші тапсырма. Өсімдік пен жануар жасушаларының айырмашылығы мен ұқсастығын жазыңыздар. Бағалау критерийі: өсімдік және жануар жасушаларының ұқсастықтары мен айырмашылықтарын біледі. Дескриптор: өсімдік және жануар жасушаларының ұқсастықтары мен айырмашылықтарына анықтама бере алады. Тапсырма жауаптары. Үй тапсырмасы. Оқулықтан материалмен танысып, оны мазмұнына байланысты бірнеше бөлікке бөліңіз. Қосымша ғаламтор арқылы көрсетілген ресурстармен танысыңыз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.